Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл-Айзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жылдам дайындалатын, дәмді әрі жұмсақ алма қосылған бәліштің рецептісін ұсынатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен сіздерге алмасын ашып, турап дайындап алсаңыздар болады. Ал қамырын дайындау үшін үлкен шұңғыл ыдысқа жұмыртқа және де оған қант қосып ағарғанша миксерлейміз. Массамыз осылай ағарған соң, оған сүт пен сұйық май қосып тағы араластырамыз. Кейін міндетті түрде ұнымыз бен қамыр қопсытқышты електен өткізіп отырып қосамыз. Біздің қамырымыз осылай жылдам дайын болды. Енді айтып өткендей, алмамыздың сыртын ашып, орташа көлемді шаршы етіп турап шығамыз. Алмамызды қамырымызға бірден қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мен осындай дөңгелек диаметрі 24 сантиметрлік формада пісіретін боламын. Сіздер қалауыңыз бойынша 4 бұрышты да пешке салатын формаларға пісірсеңіздер болады. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 50-60 минут пісіретін боламыз. Толықтай піскенін осылай ортасына ағаш таяқша сұғып тексерсеңіздер болады. Үстелге ұсынар алдында осылай әдемілік үшін қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Біздің бәлішіміз дайын болды. Бұл біздің алма бәлішіміз үйде күнделікті болатын ингредиенттерден жасалады және де өте жылдам дайындалып, онымен қоса ерекше дәмді, жұмсақ болып шығады. Сіздерге бүгінгі менің видео рецептім ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Онымен қоса алдыдағы жаңа рецепттерді, видеоларды жіберіп алмас үшін, ең бірінші болып көру үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Сіздермен болған Төлеуқұл-Айзат, баршаңызға ас болсын.